Әйтеке би ауыл шаруашылығы мен өнеркәсібі қатар дамыған аудан. Өткен 7 жылдың қорытындысы бойынша өнеркәсіптегі өндірілген өнім көлемі 707 миллион теңгені құрады. Бұл былтырғы жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда біршама жоғары. Тау-кен саласының дамуы табиғат пайдаланушылардың ісінде біршама ілгерілеткен. Аудан әкімінің айтуынша өсім ауыл шаруашылығында да байқалады. Бүгінгі күнде жаңағы егістік науқан басталды. Орташа бүгін түсімі гектардан 10 центнер. Келесі жылдың көктемге далалық егіс жұмыстарын дайындық барысына шаруашылықтарымен 54 мың гектар сұр дайындалды. Биылғы 17-18 жылға қысқы мал азығын дайындау жоспарымыз 221 мың тонна шөп болды. Оны 103%-ға орындалды. Бүгінде ауданда 11 ауыл кооперативі құрылып тұрақты жұмыс істеуде. Бұл салада жаңа бағытты қолға алушыларды көбейіп келеді. Ал көктемде егін сепкен 100-ге жуық шаруашылық қазір егін орағына кіріскен. Дән себілген 187 мың гектардан астам алқаптың әрқайсысынан 10 центнерден өнім алынуда. Егінді кеше 9 тамыздан бастадық. Осы тұрғанда 4 мың гектар жерді жинады алқапты. Ал енді былтырғы жылмен салыстыратын болса, былтырғы жылы 14-тен болды. Енді қазір болжап айту қиындау. Егін тек қана ора жаңа ғана басталды. Жалпы қарағанда былтырғы жылмен енді артып қалмаған соған қарайлас болады деп ойлаймын. Әлеуметтік саладағы жағдайда тұрақты. Бүгінде ауданда бір орталық аурухана, 17 медициналық пункт бар. 30 мектеп пен 42 мектепке дейінгі ұйым жұмыс істейді. Спорт пен мәдениет саласында да біршама оң өзгерістер болмақ. Тереңстан ауылында жаңа клубтың құрылысы жүріп жатыр. Ал Нұрлы жол бағдарламасы бойынша аудан орталығы Комсомол мен Тымабұлақ ауылында ауыз су сапасын жетілдіруге арналған жобалар іске асуда. Аудан әкімі Мәлімбет Ибрашевтың айтуынша, аталмыш жобалар биыл жыл соңына дейін жүзеге асады. Ануарбек Мырзатайұлы, Мирлан Аманжолов, Қазақстан Ақтөбе.